Саламатсыздар ма? Менің есімім Кенжебек Орынбасар Нұрманбекұлы, Қызылорда қаласы 3-ші қалалық емхананың дәрігер-стоматологымын. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бойынша стоматолог көмекті кімдер тегін ала алады деген сұраққа жауап берген едім. Егер міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру енгізгенге дейін пациенттер стоматолог қызметтерді тіркеу арқылы емханаларда ғана көмек ала алатын болса, қазіргі таңда міндетті әлеуметтік сақтандыру қорының дерекқордарына тіркелген стоматолог клиникалардан ала алады. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі бойынша жоспарлы стоматолог көмекті 18 жасқа дейінгі балалар мен жүкті әйелдерге көрсетіледі. Мұндай қызметтерге жоспарлы түрде алынады, яғни анестезия, тісті пломбалау, терапиялық ем шаралары, пульпит пен периодонтит емдеу, сондай-ақ хирургиялық араласуларды жүргізуге болады. Тіс шығу, еріннің, тілдің фронтальды бөлігінің пластикалық хирургиялары және жақ бет аймағының рентген суреттемесі кіреді. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына шұғыл стоматолог көмекті кімдер ала алады дегенге 18 жасқа дейінгі балалар, жүкті әйелдер, ұлы отан соғысының ардагерлері, 1-ші, 2-ші, 3-ші топтағы мүгедектер, күміс алқа, алтын алқа иегерлері, атаулы әлеуметтік көмек алушылар, осы топтағы адамдар шұғыл стоматолог көмекті алады. Осы топтағы азаматтар хирургиялық қабылдау, тұрақты тісті жұлу, абсцесстерді ашу, адонтогенді кисталарды емдеу және тіс жақ аймағындағы невриттерді емдеу, жақ бет аймағындағы жараларға хирургиялық араласулар шұғыл түрде бірінші көмек көрсетіледі. Хирургиялық өңдеу сияқты қызметтер көрсетіледі. Сондай-ақ жақ бет аймағының туа біткен ақаулықтармен туылған балаларға қазіргі таңда ортодонтиялық көмекті тегін көмек ала алады.